енелеріңіздің айтқанын тыңдамаңыздар, айта береді олар. Анам менің кішкентай кезімде көп сыққан, содан емшегім дұрыс өспей қалды және ұшы жоқ дейді. Және де тағы бір хат келген, сасық иіс шығады деген өтірік қой. Сәлем құрметті менің YouTube көрерменім. Бүгінгі қозғайтын тақырып баланың омырауы жайлы. Яғни баланың омырауын қанша айында сыққан дұрыс? Немесе баланың омырауын сыққанның қандай пайдасы бар? Немесе қандай зияны бар деген сияқты тақырыпты қозғап өткім келіп жатыр. Ең алдымен видеоға лайк басайық достар. Және де төменде қызыл кнопка тұр, подписаться деген. Соның үстінде басып қойыңыз егер бірінші рет келіп тұрсаңыз менің каналыма. И жанынан қоңырауша шығады, сонда басып қойыңыз. Себебі алдағы уақытта көптеген осындай пайдалы ақпараттарды YouTube каналымда айтып отырамын. Ендеше видеомызды бастаймыз. Жалпы достар, баланың омырауын сыққанның қандай пайдасы бар? Пайдасы жоқ достар. Серьезно айтайын, ешқандай пайдасы жоқ. Керісінше зияны көп. Қазір айтып өтемін қандай зияндары бар екен. Жалпы көп әжелеріміз, енелеріңіз айтып атады. Баланың емшегін сығу керек, ойбай сығу керек, қолтығынан иіс шығады, немесе емшегі өспей қалады дей ма, өсіп кетеді дей ма, короче, сондай бірдеңелерді айтып атады. Ол дұрыс емес достар. Үлкендеріміз енді білмеймін ғой, енді ол кісілерге айтатын адам болмады ма, или ол кезде интернет дамымады ма дұрыс. Жалпы ол дұрыс емес сыққан. Қандай зияны бар екен айтып өтейін достар. Баланың емшегін сықсаң, біріншіден маститке айналып кетуі мүмкін. Екіншіден бездерін шошындырып аласыз. Үшіншіден іріңдеп балаға температура беруі мүмкін. Төртіншіден, егерде дұрыс сықпайтын болсаңыз, баланың бір емшегі үлкен, бір емшегі кішкентай болып қалуы мүмкін. Түсініп отырсыз ба? Достар, ешқандай пайдасы жоқ, осындай зияндары бар. Сенбесеңіз, кез келген дәрігерден сұраңыз, маммолог маманнан да сұрап көріңіз. Мен алдын опрос жасаған болатынмын, сондай хаттар келген, бірақ көбісі почему-то сығу керек деп жазыпты да. Ол дұрыс емес достар. Мен оқып берейін бір 2-3 келген хатта. Так, анам менің кішкентай кезімде көп сыққан, содан емшегім дұрыс өспей қалды және ұшы жоқ дейді. Қайталап оқимын. Анам менің кішкентай кезімде көп сыққан, емшегін көп сыққан, содан емшегі дұрыс өспей қалған және де ұшы да жоқ. Кішкентай да, ол ұшы жоқ деген сөзіміз баланы ертең ана болады ғой, сол кезде баланы дұрыс емуіне кішкене қиындау болады. Баланың емшекті емуі дұрыс кішкене қиындау болады. Екінші хат. Дұрыс емес дейді. Сүт бездерін шошындырып аласыз. Больницада солай емшегін сығып, 1 айлық бөпесінің емшегі заражение болып іріңдеп келгендері қаншама дейді. Дәрігерлер ұрсып жатады. Қайдан естігендер, неге сығасыңдар деп. Қыздар, естеріңде болсын, кішкентай баланың емшегін сығуға болмайды дейді. Және де тағы бір хат келген, сасық иіс шығады деген өтірік қой. Сықса да қолтық иіс шығып жүрген адамдар бар. Просто мастит болып кетеді. Ішіндегі сүт қатып қалып, іріңдеп кетеді дейді достар. Қолтықтан иіс шығады деген ол далбаса зат. Любой адамның қолтығынан иіс шығады. Егер гигиенаны дұрыс сақтамайтын болса, дұрыс жуынып жүрмейтін болса, ол қалыпты жағдай ғой иіс шығатын. Егер жуынбай жүрсең, конечно, иіс шығады. Күніге жуынып жүру керек ол иіс шықпас үшін. Ол қолтық сыққанға қатысы жоқ достар. Маститке айналып, ракқа да айналып кетуі мүмкін. Мен лично өзім сондайды естігем, ракқа айналып кеткен балдарды. Сондықтан достар, осы видео пайдалы болды деген ойдамын. Білмейтіндерге таратыңыз. Білсін, білмесін, осы видеоны жіберіңіз WhatsApp группаларға. Кішкентай бөпесі бар, немесе жақында босанайын деп жүрген қыз келіншектерге біліп жүрсін, сықпасын. Енелеріңіздің айтқанын тыңдамаңыздар, айта береді олар. Келесі видеода жолыққанша.